28-ші сабақ шаманың бірнеше бөліктеріне берілген есептер. Бірінші есеп. Су мұз күйге айналғанда өзінің көлемінің 7/1 бөлігінде ұлғайса, мұз су күйге айналғанда көлемінің қандай бөлігін жоғалтады дейді. Демек, бізде судың көлемін білмейміз, яғни ол x болады. Осының 7/1 бөлігінде ұлғайса дейді. Яғни x-тің 7/1 бөлігінде. Олай болатын болса, 7/1 x болады, иә. Дәл осының 7/1 бөлігінде, яғни 7/1 x болады. Бұларды бір-біріне қосатын болсақ, ортақ көбейткіш наған 7-тен 7, демек 7-ден 8x болады екен. Яғни мұздың көлемі 8x бөлінген 7-ге тең болады. Ары қарай кеттік. Мұз су күйге айналғанда көлемінің қандай бөлігін жоғалтады дейді. Мұз дегеніміз мынау ғой біздің. Яғни 8x бөлінген 7-міз. Осының қандай бөлігі белгісіз. Яғни y деп қойық. Қандай бөлігі суға тең болады. Ал су қанша бізде? Бастапқыда суды x деп белгілейміз. Яғни x-ке тең деп айтамыз. Осы жерден y тең дейтін болсақ, x-ті бөлеміз мынаған, иә? 7-тен 8x бөлінген 7-ге. Ал көбейтеміз дейтін болсақ, 8x-тен 7-ге тең болады. X пен x жойылады дағы 8-ден 7 бөлігі шығады. Демек, есептің жауабы мұз су күйге айналғанда көлемінің 8-ден 7 бөлігіндейін жоғалтып қояды екен. Екінші есеп. Берілген санның 6-тан 5 бөлігі менен 3-тен 2 бөлігінің айырмасы 5-ке тең. Яғни 6-тан 5x азайтылған 3-тен 2x тең болады 5-ке. Ортақ бөлімге келтіреміз, болмаса ортақ көбейткіш 6. 6-ға көбейтеміз. Бірінші бөлшекті 6-ға көбейтетін болсақ, 6 мен 6 қысқарады да 5x қалады. Азайтылған екінші бөлшектегі 3 көбейтетін болсақ, 6 мен 3 қысқарады да 2. 2 жердегі 2 4x шығады. Тең 5 жердегі 6 30. Осы жерден x табатын болсақ, яғни 5x-тен 4x алсақ x қалады, x-тен қаншаға? 30-ға. Ал бізде сұраған едім, берілген санның квадратын дейді. Яғни берілген сан 30, ал 30-дың квадраты қанша? 900. Демек, есептің жауабы 900-ге тең. Бөлмеде ойнап жүрген әр бала себетте тұрған алмалардың 5/1-ін жейтін еді. Алайда бөлмедегі балаларға сырттан бір бала келіп қосылды да, әр бала себеттегі алманың 6/1-ін жеді. Себетте неше алма болған? 5 бөлікке бөлінсе басында олар соның 1 бөлігін жеп жүрген ғой. Кейін бір адамға келгендіктен 6 бөлікке бөлініп, соның 1 бөлігін жеген. Олай болатын болса, 5 пен 6-ның ортақ бөлігін табамыз. Ең кіші ортақ еселік 5 және 6. Ол қаншаға тең болады? 30-ға тең болады. Демек, бастапқында 5 адам болған кезде 5 көбейтілген 30 көбейтілген 5-тен 1 қысқарады да 6 шығады. Демек, 5 бала 6-6-тан жеп жүрген екен. Ал келесі жолы 30 көбейтілген 6-тан 1 бөлігінде болса, екеуі қысқарады да 5-5-тен жеп жүр екен. Демек, есептің жауабы себетте неше алма бар дейді. Себетте 30 алма бар. Төртінші есеп. Шаруашылық 36,9 тонна құлпынай жинады. Оның 9-дан 7-сін тосап дайындады. Ал қалған құлпынайды сатты. Қанша тонна құлпынай сатылған? Яғни 36,9 тоннаның 9-дан 7 бөлігінен тосап дайындады. 9-дан 7 бөлігінен. 36,9 дегенде бөлшекке айналдыратын болсақ, оннан 369 көбейтілген 9-дан 7. 9 менен 369 қысқарады. 369 9-ға бөлетін болсақ, 41 шығарады. Яғни 41-ді 7-ге көбейтетін болсақ, 287. 287 бөлінген 10. Аралас санға немесе ондық бөлшекке айналдырсақ, 28,7 тоннасынан тосап дайындаған екен. Яғни варенье дайындапты. Ал қанша тоннасын сатты дейтін болса, 36,9-дан азайтамыз 28,7-ні. 9-дан 7-ні аламын, 2 қалады, өтір. 6-тан 8 алынбайды, 16-тан 8 алсаң 8 қалады. Ал мына жақта 2-ден 2 алсаң 0. Демек, 8,2 тоннасын неседі сатып жүрді. Жауабы 8,2 тоннаны сатты. Бір ит тамақтың 8-ден 1 бөлігін жеген кезде, оның жеген тамағы қалған тамақтан 480 грамға кем болды. 8-ден 1 бөлігін жеді дейді. Бір ит тамақтың 8-ден 1 бөлігін жегенде, оның жеген тамағы қалған тамақтан 480 градусқа кем. Қалған тамақтан. Демек, ол көбірек жеп қойған екен. 8-ден 1 бөлігін жегенде, яғни 8-ден 1 бөлігі. Жеген тамағы, ит тамақтың 8-ден 1 бөлігін жегенде, яғни 8-ден 1 бөлігін жесе, жемеген тамағы қанша болады?
8-ден 7 бөлігі әлі желінген жоқ деген сөз. Оның жеген тамағы қалған тамақтан 480 граммға кем. Яғни 8-ден 7 x-тен азайтамын 8-ден 1 x-ті, сол кезде 480 грамм шығады. Ортақ көбейткіш 8-дің өзін аған 8-ден тисе 7x азайтылған x тең болады 480-ді 8-ге көбейтеміз. 8-дегі 0-іміз 0, 8-дегі 8-ім 64, 4 түседі, 6-сы ойда. 8-дегі 4-ім 32, 32 ойда 6 етін, сонымен 38 болады. Мына екеуін азайтып аламыз. Азайтып алатын болсақ 6x қалады, иә? X тең дейтін болсақ, 3840-ты бөлеміз 6-ға. Яғни x тең болады 3840 бөлінген 6. Алттан береміз. 36 болады. Келесі жолы 4-тен береміз. Және артынан 0 түседі. 640. Алғашқында тамақ қанша грамм болған? Демек есептің жауабы 640 грамм болған екен.